Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге түрмеден келген қыз атты әңгіменің 9-шы бөлімі жариялануда. Каналға тіркеліп лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер достар. Қызықты әңгіме, сондықтан соңына дейін тыңдап шығыңыздар. Біздің мұнымыз аңқау елге арамза молда дегендей бола жаздады. Себебі осы түн кім кімді алдап соққалы тұр, қазірше белгісіз, қайткенде де сақ болу керекпін. Көре-көре көсем боласың деген сөз бар ғой, тастүнектей түрмеден ортадан келсең күдігің басым болады. Әйтпесе анау, мынау нәрсеге қарапайым адам көңіл бөлмейді, алайда бөлмейтіндер сіздер ғана. Сіздер мысалға ештеңе аңғармаған шығарсыздар, бірақ мен аңғарғанымды айтайын. Әрине, еркекке жолай алмай қурап жүрген келіншек мен есіктен кіргеннен бас салды. Сөйтіп құдды бір сағыныштың салқынын сездірмекші болғандай күйге түсті. Ал шындап келгенде, ол маған құшағын жайып қайталысып сүйіп қалдыларына тыңдап шықты. Мен де ақымақ емеспін, құшағымды қол сөмкемнің түбіне сөмкеге қойған, енді сол сөмкені тыңдап. Жаным, балып шайын алғырсың еді, ақылмасын еді. Иә, барып душқа келіп шайын алғырсың. Сонда ғана бұл менің құшағымнан өзім аяғымды шешіп ваннаға асып бердім. Әрине, ішінде гигиеналық керек жарағым бар, қол сөмкемді ала кеттім. Бұл оған ешқандай күдік тудырмайды, өйткені душқа кірген қыздың бәрі солай жасайды. Ол сонда ыңылдап жүріп төсек жайғауға кірісті, естіп тұрмын. Сөйтіп анау шкафты бір ашып, мынау шкафты бір ашып төсек іздеп теңселіп жүрді. Осыдан ақ мен оның мына пәтерді жалға алғанына күмәнім қалмады. Айттым ғой, табиғи түйсігім мені ешқашан алдамайды. Оған мынау бейтаныс пәтер мен бейтаныс төсек қой. Мені бір адам алдаса, ол анау жігітім ғана, тіпті оның да алдап жүргенін білсем де, өтірігіне сенгім келіп жүрдім. Ол да жайдан жай емес, ол менің қатарым әрі теңім, оның үстіне мен оны жақсы көремін. Ол тастап кетсе, осы жасыңда өзің шамалас бойдағы жігіт тауып көр. Әрине, таппайсың, тапсаң қатын жіберген немесе қатыны өлгенді табасың. Сонда душтың кабинкасын дыңғырлатып болып жүрдім. Ерлі зайыптыларды қайдам, бізде тұла бойың тазалану керексің, онсыз төсекке жатпайды. Ол енді біраз уақыт, кемінде жарты сағат. Сонда төсегін қамдап әрі-бері күткен келіншек. Болып қалдың ба деп есіктің сыртынан сипап өтті. Қазір жаным, аз қалды деп салдыр-гүлдір шомыла бердім. Бірақ қашанғы тұрайын, дәу сүлгіге оранып барып кең төсекке құладым. Соны күткендей енді ол кіріп кетті, бірақ көпке кетті. Айттым ғой, бұл дайындалмаған, яғни менің келетінімді күтпеген. Әйтпесе жарты сағатқа кетпес еді. Бұл негізі тап мен ойлағандай болды, дыңғырлатып жүріп алысқа кетті. Сол аралықта сөмкемдегі пышақты жастығымның астына жасырып үлгердім. Айтқандай, бүгін ол доминация жасауы керек, демек, оң жақтағы жастық соныкі. Әрі бері көтеріп қысып көрдім, қолға тиетіндей ештеңе сезбедім. Тіпті төсекті көтеріп қарадым, бәрі таза сияқты. Бұл енді әлденені жасырып қойған шығар дегенім еді. Сақ болу керекпін. Сақтансаң сақтайды деген бар. Бұл шығып жарықты сөндіріп төсекке беттеді. Осы түні не бел кетеді, не белбеу кетеді деп менде жата бердім. Сағындым жаным деп үстіме құлады. Құшағымды айқара аша бердім. Әрі қарай ыңырсыған күйбем тірлік басталып, жан алып жан беріп жатырмыз. Бірақ бұл дегенің бергі жағы әрісі қауіпті көріне бастады. Соны сезді ме әлде қайдам? Тұла бойың дірілдеп тұрма жаным, бір түрлісің ғой, деп сыбырлады. Білмедім, сағынғаным болар деп ыңырсыған болдым. Ойбай, айтпадым ба? Сумаңдаған қолы жастық астына бара жатты. Жоқ, мойнымнан жеңіл жастықпен қоса құшақтап алғанда үрейім басылғандай болды. Алайда екінші қолы бар ғой, ол қайда? Сызып барып саусағының ұшы төменге тиюі керек еді деймін. Олай болмады. Демек екінші қолынан ұстап алайыншы дедім. Құрсын, оған да шамам жоқ. Екі қолымды кептеп басымнан асыра басып тұрып, ол менің ерніме сүлікше жабысты. Сонан соң бір ырғаққа салып теңселе бердік. Астымыздағы жұмсақ төсек езіле берді. Бұл маған бұрынғыдай тәнімнің ғажабы емес, жанымның азабы сияқты көрінді. Сонда да шыдап бақтым, осымен аяқталса жақсы ғой деп жаттым. Дегенде дедім ау, бірақ дегенімше болмады.
Көздеріңді жұмшы жаным деп төбемнен төне берді. Жоқ жаным, тап осы керек емес деп үздігіп жатып жауап қаттым. Ұнайды дейтін едің ғой, не болған деп басын көтеріп тесіле қарады. Ұнауын ұнайды, бірақ осы бүгін керек емес, қоя салшы деп жалынған болдым. Бірақ өз дегенін жасап айдауына жүргізіп үйренген келіншек мені тыңдамады. Ерніме жабысып сорып жатып оң қолын терезенің ернеуіне жүгіртті. Сонда барып жүрегім зырқ ете қалды. Мен ақымақ ол жерді қарадым ба жоқ па? Иә сорлы қыз, сен қарамадың. Сен мына төсектің айналасын ғана қарадың, пышақ терезенің ернегінде жасырулы. Қазір міне, аузыңды басып тұрып кеңірдегіңнен орып жібереді, біттің. Өйткені түрмеден келген пенделерде жанашырлық аяушылық деген болмайды. Кеше ғана әкем үшін батыр бола қалсам бүгін бұтыма жібердім. Себебі мен сорлыны мына келіншектің мысы басып жіберді. Бұл өзі сырттай қарағанда әдемі келіншек көрінгенімен ашуына тисең немесе кәсік жасасаң, айдаһара айналып шыға келеді. Бұл келіншек бекерден бекерге сол колонияны ашса алақанында жұмса жұдырығында ұстады дейсің бе? Бұл сондай қатыгез, жауыз болған соң ұстады. Көз алдымда талай келіншектің үкімін оқып быт-шыт қылғанын көрдім. Шашынан бит шыққан бір орыс қызды 3-ші ретте кешірмеді. 3-тен кейін кеш деген үкіммен шашын жұлдырып тастады. Таняңыз сонда төбесі тас боп ойбайлатта қалды. Енді мына жер мен өлетін жер ма? Әй жоқ, уф деп барып терең тыныс алдым. Өйткені пердені қозғағанда көшенің жарығымен қолына алған затты байқадым. Сонда да керек емес бұл, қойшы жаным деп еркей бердім. Саған ұнайтынын білемін, кедергі болмашы деген келіншек басымды көтере берді. Рас-ау, төсекте жатып анау болмайды мынау болмайды деп айта берсең, ол сенің байыңа да ұнамайды, бізде де сондай. Төсекте жатқанда көңілің кірбіңсіз, күйің шексіз болғанын кім қаламайды дейсің. Бүгін мұның дегеніне көнбесем болмас, іштей Құдайға сыйынып көзімді жұма бердім. Қолындағы қара лентамен байлап тастады. Сонан соң кеудемде шашы сүйретіліп төмен қарай сырғып бара жатты. Бұл енді басқаша дейін. Әу баста түрмеде ол маған осылай үйреткен. Көзіңді байлап қояды, ештеңе көрмейсің қара түнек. Сосын ыңғайыңды беріп жата бер, шапқанынша шапсын. Бұрын соңды көрмеген қыз келіншектерге қолданатын әдіс бұл. Бүгінде оның қалауы сол болды. Біразға дейін бал тамызды. Құдай-ау балын ағызып ішсе де өзі білсін, осы түн мені аман жіберсе болды. Қайдан ғана келдім дейін. Қайтейін, керіліп жатып ыңырси бердім. Негізі бұлда осының қалауы, ыршып жатқан дыбысыңды есту керек, естіген сайын өрши түсетіні бар. Амансың ба жарығым, барсың ба өзің? Жоғары созған қолым барып жастық астындағы пышаққа тигендей болды. Сабына мықтап ұстап бұтымның арасында жатқан басын қос аяқпен қысып алып тамағынан орып жіберсемше. Әнеу бір сөз бар ғой, төбелес болатынын біліп тұрсаң, бірінші соққыны өзің жаса, деуші ма еді сондай. Сонан соң жуынып шайынып кете бермеймін бе? 3 жігіттің тірідей сойғанда мына келіншегіне тұрар дейсің. Себебі мұның көкейінде не жатыр, білмеймін. Құмарын басып болып қанымды шашып кетсе қайтпекпін. Алайда мына бір құрғыры да ұнап барады, тоқтамаса екен. Бұл менің үйренген жауым ғой, күтейін деп жата бердім. Жоғарыда айтқанымдай өліп өшіп жатыр. Қатты сағындым деп жүрген басын көтерер емес. Оның үстіне бұл сұмдықты өзімде сағындым осы. Анау жігітім бар десем де, оныңыз шықты, тықты, зытты деп жүрген сорлы болса. Не болса да соңына дейін күтейін, пышақ бар ғой, қапы қалмаспын деп жата бердім. Келіншек біраз тер төкті. Сезіп жатырмын, бұл сорлы әлемнің барын ұмытқан сияқты, алаңсыз. Ендеше маған да асығып керегі жоқ, артық қимыл жасамаса қалағанын беріп жата берейін. Арадан жарты сағаттай өтті. Сонда ғана жағы талды ма әлде, кім білсін, басын көтерген келіншек үстіме төніп келе жатты. Мен де қарап қалмадым, пышағыма қарай қолымды соза бердім. Міне осыдан кейін сұмдықтың сұмдығы басталды. Ол менің пышаққа созған қолымды ұстап алып баса берді. Жоға, қиянаты жоқ сияқты, өйткені қос анарыма үріп тұрып ауыз салды. Бірін сорып бірін тастап еміреніп жатыр. Әттең алып үлгермедім, саусағымның ұшы тиген пышақ сырғып барып тық етіп жерге түсті. Сол жерде менің жігітім сап тиылып жан жағына қарады. Шамасы не түскені және қайда түскенін аңғармай қалса керек.
Енді қарап жатуға болмайды, мұны алдап жіберу керекпін. Бір сөзбен айтқанда көңілін бөлуім керекпін. Зып беріп үстімнен аударып ұрып астыма бастым. Әрине дегеннен қос анары аузыма түсті. Өзінде не деген саққұлақ дерсің, сонда да әлденеден күдіктеніп алаңдап жатты. Бірақ жас қыздың қызығы мен қылығы оны ешқайда мойын бұрғызбай баурап алды. Содан кеудесін көтере түсіп керіліп шалқая берді. Мойнынан қапсыра құшақтап төменге қарай қолымды созған болдым. Алайда қайда жатқаны белгісіз пышақ табыла қоймады. Осылайша мен сорлы, ернім емшегінде, қолым пышақта, қиялым түрмеде жаттым. Құдай-ау, мына заманда қылмыс ашылмайды дегенге кім сенеді? Ашылмайтын қылмыстар тапсырыспен болатын қылмыстар. Өйткені ондай қылмысты топ-тобыр болып жасайды. Оның ішінде менің де, сотың да, судьяң да, бандитің де болады. Әне сондай қылмыстар ашылмайды. Мен мынаны өлтірсем, ертең ақ қолға түсетінім анық. Сонан соң рецидивист деп өмір бақи кетіп отырамын. Өкімет рецидивистерді аямайды, оларға заң қатаң. Егерде жалғыз қызы түрмеде шіритін болса, жұртта қалған әкем мен анамның күні не болады? Жылап ажалдарынан бұрын өлмей ме? Сонда маған не қалды? Анау пышақты тауып қолтығыма қысып жату ғана қалды, онан басқа қолымнан түк те келмейді. Қысқасы, келіншектің өн бойы суға малынды. Ыршып барып аударылып түсіп жата кеттім. Жауырынымды сипап жатып ол маған әңгіме айта бастады. Мен болсам қолымды салбыратқан болып пышақты іздеп жаттым. Құпиямды ашайын, түрме заңына орай түсінесің ғой жаным деп мойнымнан сүйді. Әрине түсінемін деп құшағына тығыла түстім. Өйткені пышақ құрғыр табылмай қойды. Сол үшін душқа кіргенін күте тұрайын деп еркелеп жаттым. Тапсырыспен шықтым деп айттым ғой, маған 6 айға рұқсат берген, әлі оның 5 айы бар. Соған Елка Актюбинскаяны көмекке шақырсам деп отырмын дейді. Осы Елка деген келіншек жайлы естігенім бар, ол мынадан да өткен жауыз дейтін. Ол келіншек жайлы түрме төрінде түрлі аңыздар айтылатын. Сонау 90-ның тоқырауында біздің елді шулатқан бойжеткеннің бірі. Алматылық Бегемот Ай дегенмен тікелей байланыста болған деседі. Олардың жасаған қылмыстары тіпті сорақы денең түршігеді. Бұл соны көмекке шақырмақшы. Сіздерге түсінікті болу үшін айта кетейін, қылмыс әлемінде дело деген бар. Дело кім үшін болады, сол кетеді. Яғни кім үшін жасайды, сол бәрін мойнына алып сол сотталады. Сол үшін мұндай ұсынысқа кез келген зэк дайын тұрады. Мысалға, менің жігітім қомақты ақшаға келісіп тапсырыспен келді. Әне сол ақшаның жартысын бұл осындағы зэкке береді, бір сөзбен айтқанда Елкаға береді. Ол сонда заказды орындайды. Егер қылмыс ашылып жатса, мына менің жігітім барып бәрін мойнына алады. Ал ашылмаса түрмеге барып келесі заказды күтіп отыра береді. Түсінген болсаңыздар, дело кім үшін дегеніңіз осы. Мына жерде дело менің жігітім үшін, бірақ Елка өлтіреді. Мұндайда онан сайын тығырыққа тіреледі екенсің. Мұның себебі біреу еді маям, екеу болды қаям деген сөз. Айтқандай, оның маған түрме заңына орай деп сөйлегені, қатаң ескерткені. Құпиямды ешкімге ашпайсың дегені. Әрине деп алдап қойдым сонда. Сенем ғой саған, біздің арамыз өте жақын ғой, өзіңді қатты сағыныппын деп тағы бір рет ернімнен сүйді. Сонан соң тапсырмасы жайлы әңгіменің ұшын шығарды. Ол менің әкем деп айтып көрсемше деп жатырмын. Бірақ сабыр сақтау керек, сатып қояр деп қорқып жанымды жаһаннамға жіберсеше, үндемей тыңдап жата бердім. Мен 3 ай аңдып жүріп өлтірген 3 адамды, сен 5 минутта өлтіріп тастаған қызсың ғой, түсінерсің. Сол 3 адамның қаны мойнымда, балдарының обалына қалдым. Сол үшін мына заказды Елкаға айтқым келіп отыр дейді. Құрсын бұл айтқан сайын мен сорлы қорқып тығыла түстім. Ол мұны еркелеп жатыр деп түсінсе керек, онан сайын шөпілдетіп біраз сүйіп жатып. Сен бұған не айтасың жаным деп сұрады. Тап осы жер, құрбандық кім деп сұрайтын жерім еді. Мен бейбақ қорыққанымнан оны да сұрай алмадым. Шынымды айтсам, сұрасам күдіктеніп қалама деп қорықтым. Сонан соң бұл маған әдейі айтып жатқанда болуы мүмкін ғой. Мүмкін, бұл менің реакциямды білгісі келетін шығар. Әлде, Елка, Бегемот деп артын жасырғысы келеме? Жоқ, тоқташы жаным, сіз барып шомылып келіңізші деп үстімдегі жұқа жапқышты көтере берген жігітіме сылтау айттым. Тазамыз жаным, өзіміздікі ғой дейді.
Жоқ жаным, бұл жер түрме емес қой, мұнда бәрі бар. Тек төбеңізден су құйып алыңызшы, сосын оттуши деп кеуде тұсымды ұстап отырып алдым. Былайша айтқанда ыңғайына көнбейтіндей сыңай таныттым. Жарайды жаным, тегін су ғой деп бетімнен шөп еткізген жігітім ваннаның есігіне жетті. Мен сонда орнымнан ұшып тұрып кереуеттің астын қарап, әрі-бері ақтарған болдым. Қолымды жеткенше созып жер сипап шықтым. Құрсын тоңқаңдап жүріп қайта-қайта үңіліп қарадым. Алайда кәлімгі зажигалка шықты, ал жүзі үшкір пышағымды жер жұтты. Ол қайда кетті екен, осында түсіп еді ғой деп бір сәтке ойланғанымша болмады. Жаным менің деген жігітімнің даусы шықты. Әне сол дауысқа жалт қарағанымда қолына менің пышағымды ұстап алған жігітім келе жатты. Мен бейбақ қорыққанымнан басымды бұға бердім. Әне, таяп келіп тас төбемнен төне берді. 9 бөлімнің соңы, жалғасы бар. Құрметті оқырмандар, каналға тіркеліп лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер.